Шәкәрім өз ұлтын бар болмысымен сүйген ұлтжанды ойшыл. Ол өз елінің болашағын, халықтың иманын ойлап, мол рухани мұра қалдырып кеткен. Шәкәрім ислам дінін нағыз дін деп танып отыр. Себебі ол өзінің көптеген өлеңдерінде негізгі түпкі ойы Алланы тану, жақсылық жасау, қайырымдылық жасау секілді адамгершілікке қажетті мұраларды айтып кеткен. Шәкәрім Құдайбердіұлының «Теңдесі жоқ еңбегі мұсылмандық шарты» кітабында адамдардың хақысы туралы, адамның мінез-құлқы, ауыр кіші күнәлар, ұлы жаратушының нығметіне шүкіршілік ету, адамның бойындағы жақсы ниеті, адал істерімен үндесетін исламның шариғат үкімдерін терең талдайды. Қазақтың көшпенді салтындағы кейбір салт пен амал әрекеттерге дініміздің шариғи ілімдеріне сүйене отырып түсінік береді. Мұнда мал сою, неке қию, жерге ие болу, аманат, еңбек ақы өтемдері жайлы мол мағлұмат алуға болады. Шәкәрім атамыз бұларға ұлттық дәстүр мен исламның тоғысатын тұстарынан тарқатып түсіндіреді. Шәкәрім айтып өткендей, Құдай бар, ұждан дұрыс, қиямет үшін деуде. Осы Құдай бар деп оған мойынсынуды Алла тағалаға иман келтіру дейді. Енді осы айтып отқан иман турасындағы Шәкәрім атамыздың ой толғамдарына назар аудартсақ, иманның мағынасы туралы: иман деген Алла тағаланың барлығына, бірлігіне, басқа Алла жоқтығына, Құран сөзінің бәрі шындығына анық ақылмен нанбақ дейді. Иман турасында Шәкәрім өте көп ой толғамдар қалдырған. Иманның адамдағы шынайы көрінісін Шәкәрім қиянатсыздық арқылы өлшейді. Оның ойынша қиянатты болу имансыздықты білдіреді. Қиянатың бар болса, иманың жоқ. Маған десе мың жылдай ғибадат қыл дейді. Діннің де негізгі мақсаты осы қиянатсыз болуға шақыру. Бұл қандай дін болмасын негізгі шарт болып саналмақ. Қорыта айтқанда, алаштың абызы Шәкәрім атамыз исламның хақ жолын өз еңбектерінде терең зерделеп өткен. Ақынның ислам дініне, жаратушы Аллаға сенімі оның ойшылдығымен жалғасып, дүниеге көзқарасындағы бірлік біртұтастығы танытады. Шәкәрім дүниедегі сансыз кереметті кім жаратса, сол тәуірі сол дейді. Тәңіріні іздеу, жаратқан Аллаға сену, ақиқатты іздеу, сол арқылы ең түпкі жаратушы мінсіз ие деп түйіндеуінен айқын аңғара аламыз.